Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін міне домбыра үйренетін боламыз. Міне сандар арқылы үйренетін боламыз. Міне 0, 2, 3, 3. Мысалы, мына сандарды домбырада санап табамыз. Яғни міне мынау 1 болады, мынау 2 болады. Мысалы, 2 астында тұрса, оны домбыраның мынау үсті, мынау асты, астынан басамыз. Мынау үсті. Астынан екінші пернені басамыз. Мысалы 1, 2 астында болса. Мысалы 3 тұрса, 3-ті 1, 2, 3 астынан басамыз 3-ті. Мынау үсті, сонда мынау асты болады. Мынау астыңғы сандар. Әрі қарайда дәл солай санап табамыз. 3, 2, 3 мысалы. Міне 3 болса 3-ті басамыз, 2 болса 2-ні. Сонда мына кішкентай бөлшек 1 перне болып есептеледі. 1 перне, екінші перне, 3. Көрдіңіздер ма? Міне осындай. Қиын емес, ешқандай үйрене аласыздар. 0 болса баспайсыздар. 0 мен 0 мысалы, я? Баспайсыздар ешқандай. Мынау қағыс төменге. Төменге тартасыздар, ештеңе баспайсыздар. Әрі қарай 0 мен 2. Қағыс жоғарыға. Міне 1, 2 астынан екінші пернені мына жерде сызықтың алдынан басасыздар. Екінші пернені. Қағыс жоғарыға тартасыздар. Әрі қарай 0 мен 3. Міне 1, 2, 3 астынан үшінші пернені басасыздар. Сосын қағыс төменге. Төменге, жоғарыға, төменге. Жоғарыға үшінші перне басасыздар. 3, 2, 3. Жоғарыға қағыс төменге. 0 мен 0 баспайсыздар, төменге қағыс. Әрі қарай мынау қайталау. Мына жердегіні қайталау. Мынау. Әрі қарай сенеп едім өзіңе көздерімнің қарасын. Міне. Бұл жерде де дәл солай табамыз, мына жақтағы сияқты. Ешқандай қиындығы жоқ. 0 мен 0-ды баспаймыз. 5-ші пернені басамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші пернені астынан басамыз, астынан. Міне, қағыс төменге, жоғарыға. Солай жүре береді. Рет-ретімен жазылған сандар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Астынан басамыз 7-ні. 8 болса 8-ді басамыз. 5 болса 5-ті. Міне дәл осылай санап таба береміз. Осы схема арқылы үйреніп алыңыздар. Басқа да әндер бар. Жалғасы. Дәл осы әдіспен жазылған әрі қарайда. Қайырмасы. Ал комментарий жазыңыздар, кім осы схеманы алғысы келеді, жіберетін боламыз. WhatsApp-қа немесе арнайы кітапша бар, қазпошта арқылы да жібереміз. Ал сәттілік.